Ассалаумағалейкум қадірмен достар, сіздермен мен Новик. Мен бүгін GTA 5 ойында челлендж орындайтын боламын. Бұл челлендждің мақсаты мен көлік тауып 5 минуттың ішінде сандап үлгеруім керек. Мен егер де үлгере алмасам, мен жеңілемін. Челлендждің ережелерімен танысып кетсем, челлендждің ережесінде мен көшеден бірінші тапқан машинамға отырып, Лос-Станс Кастомсқа келіп сандап үлгеруім керек. Егер де үлгере алмасам, мен жеңілемін. Енді челленджі бастайтын боламыз. Челлендж мен ойынша оңай болады деп ойлаймын. Так, мен мұны бірінші ақ ойнаймын. Бәрі жасап тұр. Франклин, давай бастайық. 1, 2, 3. Так, жүгір Франклин. Уақыт басталды. Мұна джипті сәндейміз ба? Жоқ. Әкені ғой. Мұна ескі машина тұрмын ойынды. Әдемі машина. Маған лайық және сәндеуге болады. Челлендждің мақсаты бойынша мен бүкіл бөлшекті ауыстырып үлгеруім керек. Тіпті кішкентай бөлшекке де егер де оны ауыстырып үлгере алмасам, мен жеңілемін. Мен өзімнің ойымдай болмаса да бөлшекті ауыстырып үлгеруім керек. Машинаны соққан Франклин. Так, ремонттан кейін броня, бізде оны 100%-ға да күштіміз керек. Одан кейін тормозды до конца енді тоқтап үлгеруіміз керек қой. Енді двигатель до конца. Бұл музыка қойғандай ішіне болатын. Доға ойласақ, так. Фардың несін өзгертесің? Так, свет фары дейді, оны өзгерту керек. Номия бізде мұнау әдем секілді. Окраска, свет, ханевный. Әдемі ғой. Күшті. Бізде енді 1 минут өтіп кетті. Так, бізде енді не екен білмеймін, сонда да ауыстыру керек. Челлендж бойынша турбина туник дейді. Колеса, шины, дым. Бізге желтый дым керек, желтый, білмеймін, сондай таңдалды. Дизайн шины дейді. Так, свет шины, колеса, спорт. Өте көп. Міне. Мынау әдемі секілді. Мынау әдемі, күшті болады. Енді бізде стекло. Полный бізде тонеку. Болды ма осыдан кейін? Міне әдемі менде машина шықты. Не болмаған 3 минуттың ішінде мен сәндеп үлгердім бұл көлікті. Енді 3 минут ішінде емес, 2,5 минутта сәндеп үлгердім. Енді біз бұны айдап көретін боламыз. Себебі бұны айдау үшін алдық. Енді машинаның қалай шықты? Желтый, черный деген несін? Купит. Суық қының. Болды. Шықтық. Әдемі. Біз жап-жабы машина әдемі шығардық. Күшті болады, әдемі. Алдында тонек басшау екен. Міне, күшті машина. Бірақ светім ақ болып кеткен секілді. Бірінші өзгерту керек алдым. Себебі тым қатты әсерлеп жіберген. Енді бұл машина маған ұнамайды. Бензинмен жатып тастаймыз ба? Давай бензинмен өртіп тастаймыз. Әдемі болады. Десең, или өртеміз ба? Давай өртейік. Жоқ, ойнап айтамын. Сонша сәндеген ақша өртқан. Шыным сәндеп. Жарма, Франклин. Кетті оныша, айдейік. Алды әдемі. Кеттік. Есігін жапсай, Франклин. Жауап болды есік. Кеттік. Айдейік енді. Қазір мені соғыс айдылады. Астылға соғысып ятсыз. Машина жақсы жүріп жатыр, әдемі. Мен ойымша жақсы. Себебі онша қатты емес, бірақ өте қатты жүріп жатыр. Руль өз-өзіне жауап беріп жатыр. Осы челленджі мен орындадым.
достар 100% себебі барлық заттарды ауыстырдым және өзімнің қалауымдай етіп сәндеп те үлгердім. Себебі маған 5 минутта бұл оңай болды. Соқысқан әкең келеді. Мен ойымша әдемі көлік. Сәндеп үлгердім бұны. Сырты тым ақ қып жүргем. Иесі жоқ қой Франклин. Қолыңға пистолет ал. Машинаны жөнделіп көріп шайық. Бұны айналасында соғысқан болмаса, бірақ өте әдемі көлік. Сәндеп үлгердім, енді жасақ та болатын шығар. Машина өртенді достар. Енді челлендж орындадым, маған енді бұл машина керек емес. Енді достар, осындай GTA 5-тен видео қаласаңыздар, комментке жазыңыздар. Мен видео істеймін. 5 минут атты челленджім ұнаса, каналға жазылыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де GTA 5-тен жаңа видеолы, жаңа идеялар тауып жатсаңыздар, комментке жазуды ұмытпаңыздар. Мен алдыңғы видеоларымды да көріп қоюды ұмытпаңыздар. Мен каналымды егер де 20 подписчиктен асса, мен күшті видеолар шығарам. Енді қош сау болыңыздар.